сәлем достар, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз мұшын жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлем, комментарий жазамыз, сосын тіркелеміз, лайк басамыз, иә? Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Кеше біз папасы екеуміз осындай мүсінді тауды жасап қойдық. Бұның астында кәдімгі қағаз бар. Қағаздарды мыжып домалақтадық та, үстіне тегістеп қағаз жабыстырдық, кәдімгі осындай қағазды. Одан кейін міне мындай жұмыртқаның лотогын алып, қиып осылай жабыстырып жатырмыз. Енді мына жерге қыздар қазір қиып тас жабыстыратын болады ұзыннан. Сосын тауды бояймыз, суды бояймыз. Ал қиыңдар. Қолдарымен жыртсаңдар да болады, иә. Жыртылады ол. Үлкен қылыпсыңдар, үлкендеу қылып. Сосын ыдысқа салыңдар, иә? Қарите ыдысы. Жарайды. Достар, мына Айда мен Сабина ыстық өзім жасаймын. Ал қыздар жабыстыратын болады. Жабысыңдар. Біз тас жасап жатырмыз. Кішкене арасын жақындат, Сабина жақын, Айда жақындат. Міне достар, біз мынандай сиретчті алдық. Және тауды қыздар бояп жатыр. Енді кішкентай тастарды даладан теріп алып келдік. Тастардың қасына кішкене жабыстырамыз. Осында кішкене әдемі көрінетін шығар деп ойлап тұрмыз енді. Давай жабыстыр. Байқана қолың ыстығы. Достар, біз мына жерге тас жабыстырып шықтық. Кішкене әдемі болсын, енді мына жерге тегістеу үшін мындай парақ жабыстырайын деп тұрмыз. Давай, Айда, Сабина, клей жабыстырасына. Барлық жағына жақ. Ар жағына да жақ. Мына жаққа да жақ. Мына жерге де жақ. Алып ағыз жақ. Парақ жабыстырамыз кішкене. Ол емес, Айда, кешкене сәйкесінде қойдым. Мындай шырша жасап жатырмыз. Бұл да тоже жұмыртқаның қорапшасынан. Соның бас жағын қиып алып шпажкаға өткізіп жатырмыз. Асты жағын клеймен бекіттік. Қазір жасыл түске бояймыз. Енді біз шыршаларды не істеп жатырмыз? Бояп жатырмық. Әдемі болатын сияқты, иә? Иә. Басына келіп жатқан кішкене қиып алып тастаймыз. Сосын басына не? Жылтырақтар. Жылтырақ жапсақ па? Жарайды. Суға бояймыз. Күшті болады. Тасқа клейден ұстап отырып бояй бер онда. Мына боядық, қазір жіпсап бояймыз. Мына жаққа тағы нәрселер саламыз. Маңғырыңыздар. Мына қолға жабысқалады екен, иә? Қызықты. Қолға жабысады екен, бұл күшті. Бұл ағаштың жапырақтары болады бізде. Ол ағаштарды тоже осы жерлерге қоямыз. Араларына. Бізде Сабина шаршап қалды. Айда өзі клейменен жабыстырып жатыр тастар. Мына жерге сақама жасап қойдық, иә? Ағаш жасап қойдық бұлайынан. Ағаш жасаймыз. Мына жерде жасыл қылып бояп аламыз, сосын басқа нәрселер жасаймыз. Кассела боямыз. Сосын үй қоямыз. Үй қоямыз. Қыздар клеймен жұмыс жасап үйреніп жатыр, иә? Сабина жапырақ жабыстырып жатыр. Бір ағашты уже жабыстырып қойдық. Қай жерін қиып көрсеттім. Мына биосты аштық. Және екі шетінен, мындай шетінен қиып жатырмыз. Қазір біріктіріп, крышасын алып шығарамыз. Мындай ағаштар жасап қойдық, качелер жасап қойдық. Қоршап қойдық, мына жерге үй саламыз. Біз мындай коробканы алдық та, осыны алып қапсытып жатырмыз. Бізде бұл крышасы бар, иә? Тұрғынның ыңғайсыздықтан негізін осылай жасап қапсытып жатырмыз. Ананың астын былай қидық. Мына жерге тұратын, мына жерге біз міне жабыстырдық. Мындай кішкентай жұқа картон жабыстырдық, қағаз. Мынандай біреуін тауып алдық үйден. Осыны алып, жан-жағына терезе қылып жабыстырып жатырмыз. Міне достар, уже кеш болды. Біз әлі жасап жатырмыз. Крышасын Айда қоңыр түске бояп жатыр. Міне достар, біз үйімізді бояп жатырмыз. Сыртын жағын қаптап шықтық. Айда перде бояп жатыр. Міне біз бітіп қалдық. Бізде Сабина давно ұйықтап қалды. Мына жерге біз үйден качеляға баратын жол салып жатырмыз.